Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Балқаш жаңалықтары және мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгінгі күннен көретіндеріңіз. Судағы төтенше оқиға Балқаш көлінде жоғалып кеткен 2 балықшы 4 күннен бері іздестірілуде. Жедел іздеу тобында 3 маман жұмылдырылды. Олар аталмыш қыстақ маңын толық қарап жатыр. Қамшы Балқашта жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Бүлдіршіндер жеңісі. Балқаштық балақайлар облыстық байқаудан бас жүлдемен және күміс медальмен оралды. Өзіміздің фантазиямыз бойынша жаңағы ерекше көзге түсіп, содан кейін бізге осындай жүлделі орын беріп отыр. Балқаш көлінде 2 балықшы жоғалды. Сәуір айының 14 күні көлге шыққан Саяқ кентінің тұрғындары осы күнге дейін еш хабарсыз. Іздеу жұмыстары әзірге нәтиже бермей отыр. Оқиға бұлай өрбіген. Саяқ кентінің 3 тұрғыны Алматы облысы Төлеп Шалқан қыстағының маңында балық аулаған. Ал 15 сәуірден бастап тыйым салынатын естігеннен кейін судағы торларын шешіп алмақ болып көлге шығады. Алайда барлық олжаны бірден алып кете алмайтындарына көздері жеткен. Содан бірі жартысын алып Саяққа кетеді. Ал қалғанын 2 балықшы күзетіп қалған. Алайда ертеңінде олардың соңынан келген жолдастары орнын сипап қалған. Тор бар да балықшылар жоқ. Содан құтқарушыларға хабарласып дабыл қағады. Қазіргі күні түгейлі кеткен 2 азамат іздестірілуде. Алайда әзірге еш нәтиже жоқ. Все необходимые силы. Біз 17 сәуірден бастап іздеу жұмыстарына кірістік. Жедел іздеу тобында 3 маман жұмылдырылды. Олар аталмыш қыстақ маңын толық қарап жатыр. Ал бүгін түскі 3-тен бастап Алматы облысына вертолет жалдап жоғарыдан іздеуге кірісті. Осындай жағдай болмас үшін тұрғындарға айтарым, көл бетіне шығар кезде міндетті түрде қауіпсіздік жилеткесін киіңіздер. Мың тағзым Балқаштық Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жеңіс күніне орай 150 мың теңге жәрдемақы берілмек. Жыл санап қатарлары сиреп бара жатқан ардагерлердің саны биыл 7 адамға азайған. Былтыр олардың қатары 13 адам болатын. Демалыс күндері тағы бір майдангер Петр Береговой өмірден озды. Ұлы Отан соғысының ардагері бір айдан кейін 90 жасқа толар еді. Ал 9 мамырға орай ақшалай сыйақыға ие болатындар қатарында 1000-ға жуық тыл жұмыскерлері бар. Олар 10 мың теңге көлеміндегі сыйақы алса, 60 интернационалист жауынгер 5 мың теңге қаржылай көмекке ие болады. Сонымен қатар қаза болған сарбаздардың отбасылары мен соғыс мүгедектері де мұндай сыйдан тыс қалмайды. Келесі дүйсенбіден бастап теміржол көлігінің ақысы қымбаттамақ. 25 сәуірден кейін пойыз билетінің құны 10%-ға өседі. Бұл қымбатшылық барлық вагон түрлеріне қатысты. Ал Қазақстан теміржол ұлттық компаниясы мұның себебін пайдалану шығынының өсуімен түсіндіріп отыр. Билет ақысы соңғы рет 2014 жылы 7%-ға өскен. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі хабарламасының негізінде жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы залалдылық мөлшерін азайту мақсатында, сонымен қатар пайдалану шығындарына деген бағалардың өсуіне байланысты теміржол көлігі мен жолаушылар тасымалдау тарифтерінің 2016 жылғы 25 сәуірден бастап 10%-ға өсетіндігі хабарлайды. Тағы бір жаңалық, осы айдан бастап вагонның жол серігі арқылы сәлемдеме жіберулеріңізге болады. Мұндай қызмет түрі бригадирлік конверт деп аталады. Ол үшін бар болғаны пойыз бастығына жүгініп, хатыңызды тапсырсаңыз болғаны. Жіберілген сәлемдеме тек қағаз түріне ғана қабылданады. Әдеби туындылар тағы бір жаңа жинақпен толықты. Балқашта Қамшы атты жаңа кітаптың тұсауы кесілді. Су жаңа туындының авторы Балқашқа танымал ақын Нұрдос Кәрім. Ал әдеби кешке Қарағанды облысына танымал қаламгерлер мен жыр сүйер қауым жиналды. 80 беттен тұратын Қамшы кітабына ақынның үздік өлеңдері мен сиясы кеу үлгермеген жаңа жырлар енгізілген. Білдірге, өрім, шырмауық және сап деген 4 бөлімнен тұрады. Онда журналист марқұм атасы Базар Кәрімұлы мен анасы Тілеубала Әбдібек қызына арнап шығарған жыр жолдарын, философиялық ойларын кітап бетіне түсірген. Әр күнің сәтті мағаным, сондықтан да жасадым нақты қадамым, мінгесімнен қайтуға қамданушы ауылдан келе қалса аттыл адамым. Қамшы деп аталуының себебі, менің басты Қамшы деген өлеңім бар. Соған телінді. Бөлімдерінің өзі
қамшының әр бөлігімен бөлінген. Сонымен қатар өзім ат мініп, қолыма таяқ ұстап, қой бағып өскен бір қойшының баласымын негізі. Сондықтан қамшы деген дүние маған алыс емес. Қаламызда тазалық жұмыстары жалғасуда. Осы демалыста 12 мыңнан астам балқаштық орталық саябақ пен көл жағалауындағы саяжай маңдарын жинады. Таң сәріден басталған сенбілікке әдеттегінше студенттер мен мемлекеттік қызметкерлер шықты. Белсенді қала тұрғындары жұмыс маңынан көрінбеді. Десе де тазалық жұмысына қатысушылар түске дейін шаһардың 365 гектар жерін күл қоқыстан арылтып, 75 арнайы техниканың көмегімен бірнеше тонна қалдықты қала сыртына шығарды. Сондай-ақ қоғамдық жерлердегі ағаштардың түптерін әктеп шықты. Алайда үшінші рет ұйымдастырылған сенбілік нәтижесі қала әкімінің көңілінен шықпаған сыңайлы. Ожидали более массового выхода людей, тем более. Өкінішке орай бұл сенбілікке өз еркімен шығып тазалыққа қатысамын дегендер аз болды. Тұрғындардың көбісі қаланың тазалығына атсалысқылары келмейді. Алдыңғы сенбіде зират маңдарын тазалау үшін біз автобус бөлген болатымыз. Өкінішке орай көлік бос барып қайтты. Бірақ ендігі мереке қарсаңында балқаштықтар белсенділік танытады деген ойдамын. Барлығы бір адамдай жұмылады деген үміттемін. Бөбектер жетістігі балқаштық балалар «Маленькая страна» деп аталатын облыстық байқауда ән айтып гран-приге ие болса, сән үлгісін көрсетуден екінші орын алды. Қарағандыда 3 пен 6 аралығындағы кішкентай бүлдіршіндердің шығармашылық байқауы өтті. Онда Ақбота балабақшасының кішкентай бөбектері вокал номинациясында өнер көрсеткен. Бар болғаны 3 және 4 жастағы қыздар үлкен сахнаға алғаш шықса да өздерін еркін сезініп, әндерін жақсы орындап шыққан. Осылайша 30-дан аса қатысушының алдын орап бас жүлдеге ие болды. Өзіміздің фантазиямыз бойынша жаңағы ерекше көзге түсіп, содан кейін бізге осындай жүлделі орын беріп отыр. Енді балалардың өте жақсы биледі, қатты жақсы айтып, өздерінің нелерін, дауыстары бәрі өте зор шығып, өздерін жеткізе білді деп есептейміз. Сондай-ақ нөмірі 7 мектеп гимназиясындағы шағын орталықтың бүлдіршіндері де бұл байқаудан құр қайтпады. Сән үлгісін көрсетуге барған балақайлар ұлттық нақыштағы костюмдерімен ерекшеленген. Қағаздан, салфеткадан, пакеттен тігілген оюлы кестелі киімдер әділ қазылар алқасының көңіліне шығып, жүлделі орынға балқаштықтарды лайық деп таниды. Біздің балаларымыздың ерекшеленген себебі осында 37 қатысушылардың ішінен біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз жаңағы қағаздан, қазақ тілі нақышта оюланып, және салафаннан, пакеттен жасалды. Ал қалған қатысушыларда олар өздерінің шамалары келгенше әдемі жақшақтарына көріне бастады. Олар шиден жасады, кейбіреулері арпадан, бидайдан жасалған, осылай бір-біріне жабыстырып. Бүгін келіп түскен жаңалықтар легі міне осындай. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.